5 подростковый фильм. Подросток кезінде жатып қарайтын емес фильмдерді. 5-ші орында «Идеальный голос» фильмі. Бека Беннет есімді қыз колледжге түседі. Ол қыз негізі өзі бұрыннан ән айтуды жақсы көреді. Колледжде акапеллада ән айтатын вокал тобына келіп қосылады. Сондағы көрген қиыншылықтары, жеткен жетістіктері жайлы өте керемет фильм. 4-ші орында «Лето, одноклассники, любовь, лол» деген фильм. Басты рөлде Майли Сайрус ойнайды. Сюжет бойынша жазғы каникул кезінде Лоланың көзіне жігітті шөп салады. Сөйтіп Лола өш алу мақсатында өзі де мен оған көзіне шөп салдым деген қауесет таратады. Фильм осы жайлы мектепте әртүрлі қауесеттер, алғашқы любовь, алғашқы предательство, алғашқы изменалар өте керемет жасөспірімдік фильм. 3-ші орында «Папе снова 17» фильмі. Сюжет бойынша үлкен ер адам 17 жасар кезіне ауысып кетеді. Сөйтіп өзінің балаларымен, өзінің ұлымен және қызымен бірге мектепке барады. Сондағы болған қызықты жайттар туралы, біздің жастық шағымызды бағалай білу туралы өте керемет фильм. 2-ші орында «Простушка» фильмі. Фильмді көрген болсаңыздар, жупа деген терминнің не екенін өте жақсы білесіздер. Мектептегі жай, қатты әдемі емес, лидер емес қыз туралы, соның алғашқы махаббаты, алғашқы опасыздықтары, яғни достық отношения, алғашқы сатқындықтар, соның барлығы осы фильмде көрсетіледі. Ал 1-ші орында подростковый молодежный фильмдердің, комедиялардың атасы деуге болады, яғни америкалық классика, американский пирог фильмі. Бұл фильмді көрсеңіздер, Шерминатор, Мама Стифлера дегендердің не екенін білесіздер. Өте керемет фильм, яғни подростықтардың мектепті бітіруі туралы фильм. Ал сіз тағы да қандай фильмдер қосатын едіңіз, комментарийға жаза кетіңіз. Подростковый сәттер негізі өте керемет сәттер, сондықтан ешкімге ештеңеге қарамаңыздар.